Ассаламағалейкум, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Жандос Сатыбалды. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Мерей балалар үйінің түлегіне пәтер кілті табысталды. Жастар жылы аясында жалынды жастар. Осы жазда екінші коворкинг орталығы өз жұмысын бастайтын болады. Қазақстан сауықтыру спорт кешенінде жүзуден жасөспірімдер арасында аймақтық ашық біріншілік өтті. Ұлытау ауданында мемлекеттік қызметкерлер күніне орай спорттық іс-шаралар өтті. Жетім көрсең, жебе жүр. Кеше қала басшысы Асқар Ыдырысов балалар үйінің түлегі Серік Аманұлына жаңа бір бөлмелі пәтер кілтін табыстады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Серік Аманұлы Мерей балалар үйінде тәрбиеленген. Ол 2008 жылдан бері, яғни 11 жыл бойы үй кезегінде тұр. Осы уақытқа дейін досының үйін паналаған Серік үшін кеше өмірі күрт өзгерді. Қала басшысы Асқар Ыдырысов оған жаңа шағын ауданда орналасқан пәтер кілтін салтанатты түрде табыс етті. Ал, Серік, давай құтты болсын. Очередьпен бірінші тұрсын. Берекелі болсын. Қаймыз. Көптен күткен баспанаға қол жеткізген Серік үйдің кілтін алып, жаңа пәтердің табалдырығын аттады. Баспана бір бөлмелі. Сәтпаев көшесі 156 үйде орналасқан. Жөндеу жасалған. Жылумен, сумен және жарықпен қамтылған. Үйдің ішін аралап көрген Серік жергілікті билік өкілдеріне алғысын білдірді. Жақсы онда, құтты болсын. Поздравляем. Бүгінгі іс-шара мемлекетіміздің халықтың әл-ауқатына, тұрмыс жағдайына деген қамқорлығының тағы бір дәлелі. Айта кету керек, Серік Аманұлы биыл жетім балалар санаты бойынша пәтер кілтін алған үшінші бақытты жан. Диана Абдықалықова, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Шақырымызда жалынды жастар атты жастардың әлеуетін дамытуға бағытталған екінші коворкинг орталығы ашылмақ. Осыған орай қала басшысы Асқар Ыдырысов жастар ресурстық орталығына арнайы барып, жаңадан ашылғалы отырған мекеменің дайындық жұмысымен танысып қайтты. Алдағы уақытта қаламызда жалынды жастар коворкинг орталығы өз жұмысын бастайтын болады. Жастар ресурстық орталығы жанынан жаңадан бой көтергелі тұрған нысанда қарқынды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі жастардың көңіл көкжиегін кеңейтіп, уақытын тиімді пайдалануға арналған орталықтың тыныс-тіршілігімен қала басшысы Асқар Ыдырысов танысып қайтты. Қарапайым конференция залын жастардың белсенді демалыс аймағына айналдыруды мақсат еткен ұйымдастырушы маман келген қонақтарды жобамен таныстырды. Біз бұл орталыққа белсенді жастар жиналып, өз арман мақсаттарын іске асыратындығына сеніміміз мол. Осы коворкинг орталығына келіп, елге пайдалы жобаларды ойлап табулары да мүмкін. Бұл орталықта арнайы мюзик тайм, кофе тайм, еріктілер аймағы, арнайы интернет аймағы бар. Яғни келген жастар еркін жүрумен қатар өз идеяларын іске асырып, уақытын тиімді өткізуіне мүмкіндік бар. Қоғамдық бірлестіктің даму бағдарламасының қолдауымен елімізде бірқатар жобалар іске асырылуда. Алдағы уақытта бұл орталық жастарға тың серпін беріп, шығармашылық идеяларын іске асыруға мүмкіндік бермек. Шолпан Амантай, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Кеше қаламызда суда жүзу спорт түрінен жасөспірімдер арасында аймақтық ашық біріншілік өтті. Жарысқа Қарағанды, Теміртау, Сарайын қаласынан жас спортшылары қатысты. Толығырақ әріптесім Шолпан Амантай баяндасын. Жүзу бассейнде жастар арасында ашық біріншілік өтуде. Бұл жарысқа 100-ден аса бала қатысуда. Бұдан жеңген жеңімпаздар 23 маусым күні өтетін Тараз қаласындағы Қазақстан чемпионатына жолдама алады. Осылайша жас спортшылар судағы балықтай берілген қашықтықта жүзіп өтті. Турнирге қатысушылардың барлығы да жеңіске ұмтылды. Олар кәсіби деңгейде жүзіп, әбден жаттыққан. 10 жасар Сәтпаевтың Аружан Жаңбырбаева сайысқа үлкен жауапкершілікпен қатысты. Күн сайынғы еңбексүйгіштікпен жүйелі жаттығулар нәтижесінде жүлделі орындардан көрініп жүр. Аружан болашақта суда жүзу спорт түрінен спорт шебері атанғысы келеді.
Менің атым Аружан Жамбырбаева, мен жасым 10-да. Мен өзі плавняға қатысып жүргеніне 7 жастан қатысып жүрмін. Және де осы жүзуден мен 3-ші взрослый разряд алдым. Және де осы жүзуден мен брассистка болып келемін. Менің арманым осы жүзуден мастер спорта болу. Спорттық жүзу жарыстары еркін кроль, брас, баттерфляй, шалқалап жүзу, тағы да басқа тәсілдермен 50 метрден 1500 метр қашықтық аралығында өткізіледі. Ұйымдастырушылардың басты мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастырып, болашақ чемпиондарды даярлау. Сәтпаев қаласында жүзуден ашық біріншілік өтуде. Жарысқа 100-ден аса бала қатысуда. Теміртаудан 25 бала келді. Барлық аймақтан спортшылар келіп жаттықса, болашақта чемпиондар шығады деген үмітіміз зор. Мұндай жарыстар республикалық әлемдік аренада ел намысын қорғайтын спортшыларды іріктеуге мүмкіндік береді. Сайыс болған соң 100-ден жүйрік жеңімпаздар анықталды. Барлық қатысушыларға сертификаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Жүзу спорт түрін дамытуда осындай жарыстар жиі ұйымдастырылмақ. Шолпан Амантай, Асан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Кезекте Ұлытау ауданының жаңалықтары. 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күніне орай Ұлытау ауданында спорттық ойындардан сайыс өтті. Шараға арнамыздың түсіру тобы да арнайы қатысып қайтқан болатын. Әрбір мемлекеттің дамуына мемлекеттік қызметкердің қосар үлесі мен салмағы ерекше екені даусыз. Елбасымыздың жарлығына сәйкес биыл елімізде мемлекеттік қызметкерлер күні 5-ші рет аталып өтпек. Осынау мерекеге Ұлытау ауданында да ерекше мән беріліп, мемлекет қызметкерлер арасында спорттық ойындардан сайыс өтті. Жарыста аудан әкімі Әнуар Омар ашып, мемлекеттік қызметкерлерді кәсіби мерекелермен құттықтады. Күнделікті жұмыс барысында да әлде бір осы ресми тапсырманы атқару барысында біріккен кезде де осы жеңіске жетемін деп қазір қалай талпынып тұрсаңыздар, сол өздеріңіздің бойларыңызда сақталып, ол жұмыста да қоса қабат көмекші болса екен деп осыны бір айтып өткім келеді. Мерекеде осындай спорттық шаралардың болуы өзімізді де тәрбиелейді, рухымызды да тәрбиелейді, тәнімізді де сергітеді. Осы жігерді, осыдан алған барлық күш қуатты ортақ мемлекеттің мүддесіне жұмсай берейік. Сәттілік тілеймін. Игі шараның ұйымдастырушылары аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұжымы. Олардың айтуынша, мемлекеттік қызметкерлер күн аясындағы спорттық іс-шаралар жыл сайынғы дәстүрге айналған. Шахмат, үстел теннисі және қол күрес секілді ойындардан бәсекеге түскен мемлекет қызметкерлер үшін бұл демалыс қызықты әрі пайдалы болды. Ел үшін еңбек ету зор құрмет, абыройлы міндет. Мемлекеттік қызметкер қашанда өзінің жан-жақтылығымен, іскерлігімен, қарым-қабілетімен өзгелерге үлгі бола білулері керек. Халық үшін маңдай терін төгіп, адал еңбегімен ел аузына ілігіп жүрген мемлекеттік қызметшілердің төл мерекесі әрине жоғары деңгейде аталып өткен орында. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер күні Ұлытау ауданында осындай айшықты шарамен басталды. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назар салпындағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.